Assalamualaikum qadırmenді әлеумет. Бүгін 2023 жыл 42 айы. Біз енді бұғанға дейін осы нәрселердің басын ашып, 16 роликпен келгенбіз. Енді бүгін бұны жалғасты түрде жалғастырғалы отырмыз. Бұғанға дейінгі жағдайда мынау үш нөмірде болды. Осынғанға дейінгі түсірілген роликтер. Үш нөмірде болды. Одан кейін бұның бәрі кәдімгідей бір жүйеге келмей, содан бұл түрлі жаңағыдай түсініксіздеу болды. Енді бұған мынау монетизация жасалып, бір нөмірге жүйеленіп, бұл енді жалғасты түрде ары қарай жалғасын табатын болады. Айтып өткенімізде жаңағы түсіндірілуге тиіс нәрселердің бәрі енді бұдан кейін жалғасып отыратын болады. Енді мен бүгін мынау жын сүресінің құпиясын ашпақшымын. Жын сүресінің. Яғни бұны мәні қалай, мағынасы қалай, Құранда не себепті бұл жындарды мен жараттым. Мынау жаңағы айтып отырған өзіме құлшылық үшін жараттым дейді ғой. Мінекей соның мән мағынасын ашамыз. Енді неден бастайық сөзді? Бұдан кейінгі жаңағыдай бір қызу пікір таластар болып жатса, жаңағыдай түйсіктеріңіз ашылып жатса, лайк басып, подписка жасаңыздар. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да басып жіберіңіздер. Өйткені бұның себебі неге? Пропитание клетки научный процентный показатель дейді. Мына қияметке дейін адам баласының не бітіргендігі жөніндегі пікірлерді саралау керек. Не бітірді адам баласы? Жаңағыдай мынау генетический активность дейді, белсенділік. Сөз жағынан болсын, іс жағынан болсын, Құранды тану жағынан болсын, қалай таниды, қалай ұғынады, қалай оны игере алмай ма, санасы қабылдай ма, қабылдамай ма, мінекей осындай мәннің жүйесін шығару керек болып тұр. Сондықтан жаңағыдай лайк басып қолдасаңыздар, ал қолдамасаңыздар, оны пікір жазсаңыздар, ол да сонан кейін подписчик болам десеңіздер де, оның барлығы өздеріңіздің еріктеріңізде. Сондықтан енді бұдан кейін осындай нәрсе болмақ. Енді мынау ең әуелі сөзімізді бастамас үшін Мұхаммедке түскен аяттан бастайық. Бұл жерде мынандай нәрсе айтылады. Аятты білесіздер негізі. Қарилер, сосын кейін Құранды ашып оқитындар оны білуге тиіс. Бұл жерде былай деп айтылады. Ей Мұхаммед, біз саған аздаған рух әлемінен аздаған ғана Құранға аят түсірдік дейді. Осы өйткені дейді, сағанға дейінгі болған пайғамбарлардың барлығы да рух танымынан адасты дейді. Міне сондықтан оған біз саған олардың кім болған, немен аяқталған, олардың өмірін баян етпедік дейді. Енді осы аят негізіне қарап отырсақ, біздерді қазір мынау Құранның ішінде жын сүресі деген сүре бар. Осы жын сүресінің не себепті бұл өзіне жаңағыдай құлшылық үшін жындарды жараттым, ей адамдар, мен жын тобы деген аяттың мән мағынасын екінің бірі ұғына алмайды. Себебі бұл рух әлемінен байланысты. Жаңағы келтіріліп отырған аят осы рух әлемімен байланысты. Енді не себепті жындарды жараттым? Жын дегеніміз не нәрсе? Бұл микрокосмостық знания, көпшік қожайындарының әлеміне қатысты дүние. Енді мінекей мына жерде көрулеріңізге болады. Мынау жын. Жын сүресінің цифровой коды 7-16-11. Мына жерде мынау несін теріс түсіріп отырған. Айбет, мынаның несін
Енді осы жын сүресі, бұның цифровой коды айтып өткеніміздей 7, 16, 11. Осы жаңағы мына жерде 360 градустық, сосын кейін 36-тан 0,36 градустық болып бөлінеді. Біле білсеңіздер. Бұл жерде ол осындай неге бөлінеді. Мынау трансформациялық таңба, мінекей 36-тан 0,36 болып бөлінеді. Енді бұны мынау язычниктермен, сосын цифровниктер дейді. Бұны жаңа язычниктер рух деп оқиды. Саманда бұл шын мәнінде рух деп оқылғаннан кейін, бұл кәдімгі разборный индекске келеді. Микрокосмостық ілім ғой енді, микрокосмостық. Бұны біреулер жаңағы хал ілімі деп айтады. Бұның жасалу жолы осындай. Язычник дегеніміз жаңағы мынау тілге байланған дүние. Яғни бұның жылдамдығы дегеніміз алфавитниктер дейміз. Алфавитниктер деп айтылады. Таңбалар негізінде звуковой эхо ал дейді. Алла деген сөздің өзі тілімізге байланып, жаңағы мына генетикалық кодтың мәніменен жасалған кезде, осындай Алла деген әлемнің жасалу жүйесі осылайша жүйеленген Құранда, былайша айтқан кезде. Енді өздеріңіз білесіздер, бұның жасалу жүйесі негізінен алған кезде, мынау жаңағы ал дегеннің трансмиссиялық несінің бойынша отражениесі дейміз. Айн арқылы оқитын болсақ, бұл жерден Алла деген сөз шығады ғой. Трансмиссия дегеніміздің өзі сондай. Мінекей, көріп тұрсыздар ма? Алла деген. Бұны трансмиссия дейді, мына айнаның несін. Трансмиссия дегеніміз қалай? Рух контролі негізінде математикалық есептеулер дейміз ғой. Алла тағаланың жылдам есеп көру үшін айтылып отқан дүниетанымы негізінде бұл осылай жүйеленіп тілге байланған. Яғни микрокосмостық. Енді оған біз мысалы қалай көз жеткізуімізге болады? Микрокосмостық, анау тілдің жылдамдығы 360 градус, мына 36-тан 0,36 бұл микрокосмостық таным. Яғни адамның кебіндік индексіміз 2-ге бөлінеді деген, 4-ге бөлінеді деген сөз, тойшы. 4-ге бөлінеді. Енді мына жерде біз мысалы оны қарапайым өзіміздің күнделікті тірлігімізден көру үшін мынандай бір тәсілдер арқылы көз жеткізуге болады. Мысалы үшін оны қалай деп айтамыз? Мына жерде мысалы таңбаларды көріп отырсыздар ма? 4 деген. 4-тің, яғни алфавитный печатпенен, сосын кейін жай несі бар жаңағы. Қолмен жазбаша түрі дейміз ғой. Одан кейінгісі мінекей мынандай нәрсе. Біздің көз алдымызда тұрған дүниетаным мына нәрсеге келейік. Төменгі жағында тұрған ходовой часть, анау үстіндегі тұрған жоғарғы бөлігі жаңағы тілдік формат. Анау ходовой часть. Енді бұны 2-ге бөліп, бұны қатар қоятын болсақ, мынаның ходовой частьі X деген таңбаға айналады. X деген. Көрдіңіздер ме? Мынаны былай қойған кезде мынау жаңағы 36-тан 0,36 болып кетеді. Енді оны ходовой частьін шығарған кезде, яғни микробиологический конструкция носительный дейді. Сол кезде мынаған қатар келеді, 2 минус 1 плюс, 2 плюс 1 минус позициясы осыдан келіп шығады. Бұны осылай деп айтамыз. Сол кезде мына жаңағы рух әлемінің қандай дүниетаным екенін мына жаңағы 360 градустан 36-тан 0,36 танымы бойынша уже тани берулеріңізге болады.
мен айтып өткенімдей бұл рух деген әлемде тіл жоқ деген, тіл жоқ, сигнальный әлем. мына жерде мінекей мынау рух деген сөз бұл жерде талданады. X неизвестный, сосын Y известный, и мына R деп болып тұр, объекты объем от сакрального до макромодульный измерение дейді. Бұл дегеніміз не нәрсе? Кешегі күндері сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер ма, Фатиха сүресінің кезінде Пифагор таблицасы деген болды. Бұл Пифагор таблицасы деп мен бұғанға дейін де айтқам. Бұл 18.000 ғаламның аты. 18.000 ғаламның аты. Яғни материальное изучение, цифровое изучение мир матрицы деп аталады. Бұның ғылыми тілдік негізгі түсініктемесі. Жаңағы мына жерде мен ана көрсетіп кеттім ғой, ходовой частысын шығарған кезде бұл X деген таңбаға, өйткені бұл микрокосмостық әлем ғой. Енді осы жолында келген кезде бұл өз кезегінде 40 парыздық дүниені құрайды. Макромодуль, жаңа айтып өткеніміз, от сакрального до макромодуль галактический груз дейді. Бұның конструкциялық негізгі измерениясы қыз баланы. Қыз баланы жәннаттық деп айтады ғой. Қыз баланың белінде орналастырылған. Ал енді оған қажетті, конструкцияға қажетті. Мына жаңағы алдыңғы бір нелерімде айтып кеткем. Мына атаның белінен берілетін дүние көпшікті, яғни микробиологический звездно космический сигнальный жучок деп айтады. Көрдіңіз бе? Бұл көпшік. Бұл көпшік болып саналады. Бұл уже макрогалактикалық жүктің уже часть измерения дейді. Часть благотворительного творца деп кетеді. Бұл уже інжіл болып кетеді. Өйткені жер уже галактиканың құрамына кіріп кетеді. Міне, осы кезде осының бас бүтіндігіменен Алла дегеніміз тілімізге байланып қалай жасалған. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп келетінің жаңа кәлиман шахадат кілт дүние жасалған кезде бұл жердегі дүние танымда уже айтпаса да түсінікті. Мен ана алдыңғы бір нелерімде бұлардың кәдімгі аудармасы бар, бұлардың кәдімгі ғылыми негіздік нелері бар, түсініктемелер, термин әдебиеттік тілмен жаңағыдай көркем тіл жасалып, бұл кәдімгі плюсовой позицияға қойылған деп айтып кеткен. Енді жаңағы мынау ля илаха иллалла Мұхаммед Расулалла деп мен жаңағы Мұхаммед Алланың елшісі екеніне куәлік беремін дейді. Міне мәке, мына негізде бұл уже мынаның ішінде біз айтып отырғанымыздай цифровой бар. Мен қазір мына жерге разборный индекске координасы менен несіменен көрсетіп отырмын. Куәлік беремін деген кезде мына системаның негізінде уже бір деген таңба шығады, періштелерге иман келтіру. Мынау языка шайтана дейді. Мына цифровой изучениенің мына дүниемен уже біз қияметке дейін жеттік. Қияметке дейін жеттік. Ендігісі мінекей осы мына Құран сырларының былайша айтқанда жүйесін рет-ретімен жалпы шолу жасап, ары қарай жалғастыру мәселесі туындап отыр. Енді бұл жердегі түрлі таңбалардың индекстері сайрау керек. Жаңағы мынау Алла деген дүние таным бізге қалай жасалған, яғни қозғалыс сағатының үкімімен шешімі біледі. Ал деген дүние бізде негізінен алған кезде бұл қалай келеді? Между звуковой и цифровых представителей дейді. Яғни мына кебіндік форматымыздың өзі төртке бөлінген кезде жаңағы айтып отырған X деген неизвестный проходящая энергия звездный космический сигнал через көпшік деп айтып кеткен. Сол кезде мінекей жаңа айтып отырған бұл танымнан уже 4 такты болып келеді. 4 такты шығады. 4 такты дегеніміз бұл цифровой кодта бұлар қалай белгіленген. 4 такты. Қазір көрсетем сіздерге. Мінекей 16, 19, 61, 91 деген цифрлармен белгіленеді. Яғни бұл жердегі айтылып отырған мәселеде 16-19 4 такты болып келеді.
Енді бұның өз кезегінде мінекей мынау рух деп оқиды да мына язычниктер. Сосын мынау астындағы тұрған контрольный материальное изучение, бұны жын деп айтылады. Өйткені ана цифровой кодын көрсеттім ғой. 7, 16, 11. Енді осындағы таңбаларға біз енді жеке-жеке тоқтала кетейік. Мысалы үшін айтқан кезде 7 саны нені білдіреді? 7 саны бұл 7 қат көктің индексі. Енді бұғанға дейін де айтылып жүр ғой, 7 қат көктің танымына не қылған деген сияқты. 16 нені білдіреді? 16 бұл мына дүниені негізіне қойылған дүние. Бұл кодтың, былайша айтқанда, бәлиғат жас, кәмелеттік жастық дүниені танымды білдіреді. 11 деген сан нені білдіреді? Бұл некелесу заңдылығы, цикловой переходқа қойылған дүние, яғни ұрпақ әкелу, ұрпақ өсіру, көбею жөніндегі дүние танымдық әңгімелерге қойылған нәрсе. Енді осыны жын деп язычниктер оны сипап өтіп оқыған кезде мына материальный изучениенің ішінде бұл таңбалар кездеседі. Бірақ оның бірлік, ондық, мыңдық деген түрлерімен бір-бірімен кәдімгідей энергиялық алмасулар жүріп тұрғандықтан бұларды жын деп айтады да, бірақ оның не екенін біле алмайды, білмейді. Өйткені бұның қолданыстағы массалары бар дегендей, қолданыстағы түрлі измерениясы бар, көлемі бар дейді, одан тарайтын энергиялар бар, бізге әсері бар дегендей, олардың бәріне түгелдей мән бере алмайды мына нелер. Енді айтамыз ғой, язычниктер дейміз ғой. Енді оны язычниктер дейді, ал негізіне шындап келген кезде бұларды шайтандар дейді. Шайтандар деген сөз язычный функционирование дейді. Язычный функционирование, бұның ғылыми тұрдағы мағынасы язычный функционирующий индекс деп айтылады, шайтан деп айтылады. Енді жаңағы айтылып отырған алфавитный, междуалфавитный и цифровых представителей. Бұлардың енді айырма жолы қалай? Мына жердегі А деген таңба Массандыр таңбасынан шыққан. Мысыр үшке бірігеді, жаңа айтып отқанымдай. Айтып кеттім ғой. 2 минус 1 плюс деген сияқты. Осының қосындысы, былайша айтқан кезде, Мысыр таңбаларына барып тіреледі. Осыдан басталады, жаңағы Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі, куәлік беремін деген сияқты. Енді бұл куәліктің негізгі сипаты қандай? Бұның берер дүниесі қандай? Бұл уже 40 парызды от мотива создания с нулевого части дейді. Часть творца. Яғни оны тілімізде айда беретін болсақ, біз нөлдік деңгейде қалып қаламыз. Оның разработкасы шықпайды. Сосын кейін бұл келеді дағы 40 парыздың бүтіндігін қамтамасыз етеді да, от мотива создания дейді. Содан кейін барып по мотивам разработки 1 деген таңба шығады. 1 деген таңбаны шығарады міне. Мына дүниелердің барлығы. 1-дің мәнін шығарады. Бұл уже 18 мың ғаламның, былайша айтқан кезде, оқып тану үшін соған қадам жасалатын дүние деп білу керек. Өйткені мына кешегі кеңес одағындағы разработка кезінде білесіздер ғой. Көбейту таблицасының ішінде 1 деген, 0-де 1 деген таңба отключенный тапты. Отключенный, өйткені көбейту таңбасының ішінде 1-дің мәні жоқ. И сосын 0-дің мәні жоқ жүрді. Тек қана бұл 2-ден басталады. Енді от мотива создания и по разработкам и до мотива подключения дейді. До мотива подключения деген сөз 0-20 оның таңбасы. Ал енді осыған келіп тірелгеннен кейін бұл жердегі бүткіл изучение бар, періштелер әлемі дейді. Бұларды періштелер деп айтылды. 7 иман сериясы бойынша. Жаңағы мына Мысырдың кодын ашатын болса, 997 код бойынша Алланың есімдерін тану. Бұл 11-ден басталады. 11 дегеніміз некелесу, жұптасу деп айтып кеттік қой. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Осы таңба негізінде келеді тағына жинақталып 100%-ық толық танымды құрайды. Бұл уже жаңағы айтып отырғанымыздай 4 тақтыға жіктеледі. 4 тақтыны шығарады, жаңағы 16, 19, 61, 91.
мінекей Алланың 99 сипатына жаңағыдай язычный темалық тұрғыда олар жіктелген. А цифровой мәні жаңағыдай бұлар уже циклдық переходқа лақтырылады.